9 мамыр жеңіс күніне орай. Әлия туралы бәрін білеміз деп есептейміз. Дегенмен де бізді осы фильмді түсіруге әлі де басы ашылмаған бірнеше сауалдар итермеледі. Намысы мен рухы үйлескен. Әлияны осы интернатқа тапсырды. Бәрі бір болып кейде тұрды. Әшейін сөз ғой, детдомға тапсырған жоқ. Өмір жолындағы қиындыққа мойымаған. Эвакуацияға кетейін деп жатырмыз бәріміз. Алып кетейін жалынған ғой, бірақ өткен мен бармаймын деген, мен Ленинградты қорғаймын деген. Қазақтың қайсар қызы. Әлияны бір жыл бойына мергендік орталықта оқытты. Ондай кадрларды алғы шепке майданға аттандыру. Совет үкіметінің кезінде шайқаста ол жерде идеология керек еді. Әлия ерлік алгоритмі деректі фильмінде. Мына бір жатқан кең көше Әлия Молдағұлованың атында. Санкт-Петерборда да керемет ескерткіш орнатылған. Көшенің аты берілген. Өз оқыған интернаттың аты қазір Әлияның есімінде. Ұлттық арнада.